Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мынау менің апам, анамның анасы. Аты жөні Гушкелова Султан Мәжит қызы. Бұл кісілерді 1944 жылдары Сталиннің бұйрығымен Кавказдан, Грузия жақтан Қазақстанға, Орта Азияға айдап жіберген болатын. Қыстың қақаған суықтарында өте қиын жағдайда келген еді. Апам ол кездерде тұрмысқа шықпаған 16 жасар қыз болатын. Қазақстанға келіп, тұрмыс құрып, бала-шаға, немере, шөбере, шөпшек сүйіп отыр. Аллаға шүкір, қазіргі таңда 100-ге таяп, мінеке арамызда ойнап күліп, батасын жасап отырған апамыз бар. Бұл кісі сол Қазақстанға келген кезде қақаған қыстың суығында қазақ халқының жылы жүзділігі, тамағын бөлісіп, үйін бөлмесін, төсегін бөлісіп берген қазақ халқына үлкен алғысы шексіз. Апа, бұйыр. Bir-iki ağız апа. Dua et. Ne diyeyim? Dua et. Sen dedin dua edeceğim. Dua et. Dua edeyim mi? Ha? Қазақ халқына dedin dua razılışığın bildir. Allah rahmet, ona rahmet, Allah ömür versin. Allah kötülük vermesin. Kadınlar iyiydi. Bir de hizmet etti, rahmet etti. Hemen çocuk. О кісілер әлі сол кездерді еске алып жылап отыр неге. Өйткені өте қиыншылықтарды көрген. Қазақ халқына алғыстары бұл кісілердің өте шексіз.